Айман қызын құшақтап, аман бол, бақытты бол, өзіңе қара, шаршап қалма. Күйеу баласына бір қарап, лайықты көрмесе де, қызымның тағдыры сенің қолыңда, өзіңе аманаттап кетіп барамын. Көз жасын көрмейтін болайын, бақытты қыл. Ол үшін қолынан келгенін жаса, қорған бол, деп құлағына сыбырлай, машинаға отырып жатып, көртешесінің қалтасындағы Айгүлдің телефоны есіне түсті. Телефонды алып қызының қолына ұстата бергенде, ана мен қыздың арасында бір қимастық сезім оянып, бір-біріне қол бұлғап, іштей жылап қала берді. Сұр машина Айманды қызынан алыстатып зымырап келеді. Басын орындыққа қисайтып, сәл ашылған машинаның терезесінен ирелеңдеп артта қалып жатқан табиғатқа көз тастап, сансыз сұрақпен арпалысып, қызының бөпе кезін елестетіп келе жатқан еді. Алдыңғы айнаны өзіне қарай бұрып дұрыстаған Болат Айманның ойға батып келе жатқанын аңғарып сөз бастай. Бұлайша жақсы адамдар сияқты, Айгүлді оқытамыз деп отыр, күйеу балада момын, артық қылығы жоқ. Роза да сөзге араласа, төс қалтасынан темекі алып, аузына салып жатқан Болатқа қарай. Бастысы ішпейді, шекпейді екен. Мен қашан ішіппін, темекіні арасында ғана тартамын, деп бір қолмен машинаны айдап, бір қолмен шылымды тұтатып жатып. Сағат сайын тартасың, не әдет осы? Анамнау емес, қымбатын сатып аласың, бір күнде бір пәшкесі кетеді. Күніге 500 теңге көкке ұшырып отырсың, тастап кетуге болады ғой, өкпеңнен не қалды десейші. Уақыты келгенде тастаймыз, сен алып беріп жатқан жоқсың, еркектердің тірлігіне араласпа, деп машинадағы ойнап жатқан музыканың даусын қатайтып. Ұшқан құстай тез жеткен сияқты. Айман көп ойдың үстінде басы салбырап, үйіне жеткен соң көршісіне рахмет айтып түсіп қалды. Үйге кіре зал үйдегі диванда ұлы күртеше жауып ұйықтап жатыр екен. Есіктен сықырлап анасының кіргенін сездіме, көзін сығырайта ашып, «Анашым, келдіңіз бе? Айгүл әпкем қайда?» Қалды сонда, келгісі келмеді. Әкесі сияқты намысшыл. Елдің сөзінен артынан өсе келетін болған соң намыстанды, деп әзер шыдап келген Айман ұлын құшақтай көз жасына ерік беріп, өкіріп жылай. Аян анасын жұбата, «Шаршадыңыз ғой, жатып демалыңыз», деп анасын диванға жатқыза, үстіне көрпе жауып. Жылап-жылап біраз жеңілдеп қалған Айман жол жүріп, көз ілмегені, уайымдап кешегі айтыс тартысы бәрі әбден қалжыратып жіберген екен, сезбей ұйқыға кетеді. Қанша уақыт ұйықтағаны есінде жоқ. Оянса үйдің іші ала көлеңкеленіп келеді екен. Ас үйдің жарығы жанып тұр. Газде қайнаған шәйнектің дыбысы естіледі. Қарны ашып ішегі шырылдағаны болмаса, өзін сергек сезінеді. Қол аяғын жаза, керіле созыла, қонақ бөлменің жарығын жақты. Төрде ілінген қоңыр сағатқа көз тастап еді, кешкі 7:30-ды көрсетіп тұр. Түнде арасында оянып, таңды ұйқысыз атыратын күндері көп болған Айманның бірінші рет осыншама сағат ештеңе сезбей ұйықтағаны еді. Бағанағы күйзелістің бірі жоқ, ештеңе болмағандай өзін жеңіл сезінді. Жуынатын бөлмеге қарай кіріп, бетін суық сумен жуып, айнаға қарай шаштарын тарап, өзін ретке келтіргендей болды. Аздап көздері іскені болмаса, бәрі бір қалыпты көрінді. Ас үйге кірсе, Аян тамақ пісіріп, шай қайнатып қойыпты. Ұлы екеуі енді асқа отыра бергенде есікті біреулердің қаққаны естілді. Анасын мазалағысы келмеген Аян жүгіре басып есікті ашқаны сол-ақ екен, ауылдың кәрі жасы демей, бір топ әйел сау ете қалды. Шамасы сымсыз телефоннан жағдайды естіп үлгерген сияқты. Улап-шулап, Айманның қолын алып құттықтап жатты. Айман қонақтарын зал үйіне жайғастырды. Шай қайнатып, дастархан жайылып, әйелдердің арасында қызу әңгіме бастала кетті. Кей ересектеу әйелдер өздерінің құдағиларын, күйеу балаларын да сөзге қосып мақтап қояды. Айман әйелдердің кейбір әңгімелерін өзіне қаратып айтылып жатқандай қабылдады. Осы әйелдердің арасында құдағи болайық деп қалжың шыны аралас әңгіме айтқандары болып еді. Сонда Айман, «Қызым дәрігер болып қаладан оқыған-тоқыған жігітке тиеді», деп көкірегін келе жауап беруші еді. Қазір сол әйелдер әдейі Айманның бетіне басып, күлу үшін келгендей көрінді. Адамның айтқаны емес, Алланың қалағаны болатын қалай ескермеген. Артық сұрақтан қашып, тез-тез шайын беріп қонақтарын жылы шығарып салғысы келген Айман, ас үй мен қонақ үйдің ортасында
жүгірумен болды. Шайы дайын болып кеселерге құйып беріп, өзі ас үйге бет ала бергенде аузы жабылмай көп сөйлейтін томпақ сары әйел қатира сөз бастап: «Құдаларың бізге жақын ауылдан дей ма? Солай десе де болады. Айгүлді алып қашыпты деп ауыл шулап жүр. Қызыңа обал болған екен. Қазір алып қашқандарға заң шыққан. 7-8 жылға кетеді деп естідім. Құдаларым жақсы адамдар. Қызымды күшпен ұстап отырған жоқ. Қаласам алып кетер едім. Оқытамыз деп отыр. Жастар болашақта қалада тұрады. Жағдайды көзбен көріп, сенімді адамдар болған соң келісімімді бердім. Күйеу балада жаман емес», деп Айман келген әйелдерге тіке қарап. «Артық әңгіме неге керек? Жастар бақытты болса болды емес пе?» деп төрде отырған Нағима апа қостап. Бір-бір кесе шайдан ішкен әйелдер жүз көрісіп, құттықтауға келгендерін айтып, асығыс шығып кетті. Келгендерге сөз тауып, ауыздарын жаба білгенге Айман жігерленіп қалған еді. Қонақтар кете салысымен ұлына: «Әпкеңе хабарласшы, қал жағдайын білейік». Үйге келген ауыл адамдарына шай беріп, қолы енді босаған Айгүл інісінің қоңырауына бірден жауап беруге асығып сыртқа шығып кетті. Амандық саулықтан кейін анасына жағдайының жақсы екенін айта келе, ата-апасы тойға дайындалып жатқанын, бірнеше аптадан кейін той болатынын жеткізді. Қызының даусын естіп, жағдайының жақсы екенін білген Айманның көңілі орнығып қалған еді. Сырғып сағаттар өте той болатын күнде келіп жетті. Қаладағы ағасы, жеңгесі ұлмен бірге қызының тойына ағасының машинасымен жүйткіп келеді. Қара машина бір қабатты ғимараттың алдына келіп тоқтады. Ауылдағы шағын кафенің алдына барлық туған туысы жиналып қалыпты. Той әдеттегі тойлар сияқты басталып жатты. Ақ көйлек киген қызын көріп, Айманның көңілі босап жылап жіберген еді. Алғашқыда емес, күйеу баласы да адам кейпіне еніп қалған. Көп күткен тойын сәтті өткізіп, бірнеше күннен кейін құда шайы беріліп, артынан төсек орны жеткізіліп жатты. Көп ұзамай оқу басталып, Айгүл бұрынғыша оқуын жалғастыруға, күйеуі екеуі қалаға кетті. Айман телефонмен қызбен жиі сөйлесіп тұратыны болмаса, көріспегелі біраз да болған. Қалаға келген жастар алғашқы жылдары біраз қаражат жағынан қиналғанымен, қаланы танып, үйреніп қалған Айгүлдің жолдасы күндіз машина жуатын мойкада, түнде күзетші болып жұмыс істеп, Айгүлді қаражатқа мұқтаж етпеген еді. Алғашқыда Айгүл жолдасын ұнатпай жүріп, кейін еңбекқор шыдамдылығына, сабырлылығына қарап жаны ашып, қолдау білдіре бастаған болатын. Осылай айлар жылдар өтіп жатты. Айгүлдің қолдауы нұсқауымен жолдасы біраз өзгерген еді. Арада біраз жыл өтті. Жаттығу залында стильді шаш үлгісін жасатқан толықтау денелі жігіт бұлшық еттерін қатайтып, ауыр темірді түсіріп көтеріп, арасында аққан терін сүрте, кішкентай құтыдағы суды қылқылдатып жұтып қояды. Сағатына қарай киім ауыстыратын бөлмеге келіп, киіне сыртқа шықты. Қара жеңіл машинасына отыра, сырты көк әйнекпен қапталған 10 қабатты ғимараттың астында орналасқан, сырты ерекше ағашпен қапталған, маңдайшасына мәди деп жазылған кафенің алдына тоқтады. Машинасын тұраққа қоя, ішке енген еді. Кафенің ішінде жұмыс қызып жатыр екен. Диванның үстінде әдемі көйлек киіп, шашын бұйралай алдына түсірген, еріндері қызыл алмадай, беті ақ мамықтай әйел, жүзі күлімдеп, 2 жасар ұлына тамақ беріп отырған болатын. Ұлы есіктен кіріп келе жатқан жаңағы ер адамға «Папа» деп жүгіріп, мойнына асылды. Баласын мейірлене сүйген әке күлімдеп тұрған әйеліне келіп, маңдайынан сүйіп, бауырына басты. Үшеуі орындыққа жайғаса бергенде, даяшы жігіт келіп, жаңағы жігітке қарай: «Бастық, қандай тамаққа тапсырыс бересіз?» Айгүлге күле қараған жолдасы жаттығу залында жүріп, қарны ашқанын айта, шашлык әкелуін өтінді. Алдына келген тамақты жеп бола, салфеткамен қолдарын сүрте, Айгүлдің жолдасы сөз бастады. «Жаным, біз қалаға келгелі, жұмыс деп жүріп, ауылды ұмыттық. Бармағалы 6-7 жылдай болыпты. Телефонмен хабарласып сөйлесіп тұрсақ та, барып қайту бір бөлек. Аян қалаға келіп емделіп кеткен соң, қайын анаммен Аяны да көрмегелі 5 жылдан асты. Осы кафенің жұмысы жүрсін деп қызу тіршілік жасап жүргенде, жақындарымызды ұмытыппыз. Егер сен қарсы болмасаң, өзімізге демалыс алып, ауылға барып қайтпадық па?» Айгүл жолдасына сүйсіне қарап, басын изеп келсе, ұлын еркелете сүйіп қояды. Ертесіне ауылдағы туыстарына керекті заттарды ала, таңның атысымен
жолға шығып кетті. Сиырларын сауып, үйіне кіріп бара жатқан сары келіншек есік алдына тоқтаған сырты жылтыр қара машинаны көріп, үйіне асыға кіріп, ата-апасына, күйеуіне жеткізіп, бәрі шұбырып далаға шығады. Осы сәтте Айгүл ұлын ертіп, жолдасы үшеуі машинадан түсіп келе жатқан болатын. Сыртқа шыққан апасы, атасы, үстінде әдемі пальто киген жарасымды боянған келінін, бұрынғы кейпінен танымастай өзгерген ұлдарын көріп, таң қалып тұр. Жандарына келіп ата-апасы беттерінен сүйіп амандасып жатты. Жанарлары жасқа толған екі қария Айгүлдің етегіне жабысып тұрған немересін еркелете шақырып қояды. Мәди, бола ма? Дегендей басын көтере шалқайып анасына қарай. Айгүл ұлына көзімен ымдап бара ғой деп ишарат білдірді. Немересі жүгіре ата-апасының мойнына асылып жатты. Бала тәтті, немере одан да тәтті деп искелей немересін көтерген қария ұлы мен келініне далада тұрмай үйге кіріңдер деп бұйыра сөйлеп қояды. Бір-бірімен амандаса үйге шуылдай кіріп жатты. Шағын үйге кірген Айгүл жан-жағына қарап шықты. Өзі келін болып түскендегі үйде ештеңе өзгермеген, бәрі қаз қалпында. Әр затқа бір қарағанда сол кездердегі жағдайды есіне салып жатқандай көрінді. Өзі ең алғашқы ұйықтаған бөлмеге кіріп, киімін ауыстыруға ескі қоңыр шкафты ашып көрді. Сол кездегі киген қызыл қалатымен ақ орамалы ілініп тұр. Өзін жайлы сезінгісі келді ме, сол қалатпен орамалды тағып алды да, абысына көмек беруге ас үйге кірді. Сәл уақыттан соң дастархан жайылды. Ауылдың құрты мен бауырсағы, сепаратордан тартқан сүттің қаймағы, бөлек қой шіркін. Үстелге қоя, иісі тәбетіңді ашатын. Шәй ішіп отырып, атасы екінші ұлына қарай, ертең қойды өріске жібермей, семіз біреуін алып қал, балаларға азық болсын. Бүгін үлгермейсіңдер ғой, балалар шашап келді. Әрі анаң да үйдегі етті аса берейін деп отыр. Жақсы, әке, айтсаңыз болды. Кешкі астан кейін ешкімнің әдеттегідей ұйқыға жата қалғысы жоқ. Балалары келіп, көңілдері көтеріңкі, отбасының еркектері өздері бөлек әңгіме, әйелдері бөлек әңгіме бастап кеткен еді. Айгүл ата-енесі, ағасы, абысынына әкелген заттарын таратып шықты. Бәрі риза болып, өз заттарын көріп жатты. Енесі қолына алған оюлы шапанды ары-бері төңкеріп көріп, ризашылығын білдіре. Несіне әуре болдың, қызым? Өздерін келсеңдерде жетіп жатыр ғой бізге. Не бір ауыз ескертпедіңдер, деп күле. Мама, ескертетін болсақ, сюрприз болмай қалатын еді. Игілігіңізге кейіңіз. Жәнібек әкесі мен ағасына қалай кафе ашқанын, күніне 2 жұмыс істеп, біраз дүниені басынан кешіргенін әңгіме етіп жатты. Ал Айгүл енесі мен абысынына өзінің қызықтарымен бөлісіп отырған еді. Біраз әңгіменің басын қайырғаннан кейін ұйқылары келіп, күбірлеп сөйлей, әркім өз бөлмесіне кіріп кетті. Таңертең сарайдағы әтеш кукарикулай бастаған соң, Айгүл мен абысыны тұрып жатқан еді. Айгүл таңғы ас дайындауға кірісті, абысыны сиыр саууға кетті. Таң атып, күн терезеден түсе бәрі тұрды. Айгүлдің милиция қайнағасы қойды өріске жібермес бұрын сарайға келіп ұзақ қарап, басы қара, денесі сары қойды ұстап алып қалғанын қойшы жігітке тапсырып жатты. Таңғы астан кейін қызу жұмыс басталып кетті. Жәнібектің ауылға келгенін естіп, достары да біртіндеп жиналып жатты. Осы ауылдың тамадасы Айгүлді алып қашқан дәу қара бастаған бір топ жігіт есіктен кіре төрде пышақ қайрап отырған Жәнібекке таңдана қарап амандасты. Бұрынғыдай ойласа керек, дәу қара қалжыңдасып Жәнібекті қолымен айқастыра жерге жықпақшы болып көтеріп еді, шамасы жетпеді. Айгүлдің жолдасы дәу қараны бір қолмен жерге көтеріп жыға салды. Достары қолпаштап Жәнібектің арқасынан ұрып жатты. Ауылдағы жігіттер сол баяғы қалыптарынан өзгермеген. Айгүл алғашқы келін болып түскенде көзіне ең әлсізі күйеуі сияқты көрініп қорланып еді. Енді Жәнібегіне ешкім тең келмейтініне көзі жетіп, көңілі марқайып қалды. Басқалары да осыны сезсе керек сөзге тарта. Осылайша қалай өзгердің, не түрткі болды? Деген достарының сұрағына көзін Айгүлден алмаған Жәнібек, мен қатты ғашық болдым, деп қысқа ғана жауап берді. Қой сойып 2 күн ауылда болған Жәнібек пен Айгүл келесі күні ата-аналарымен қоштасып, ауылдың сарқытын толтырып алып, Айгүлдің анасы тұрған ауылға аттана кетті. Ата-апасы қалаға барып тұратындарын айта, қимай шығарып салды.
Бірнеше сағаттан кейін Айгүл анасы інісімен де жүздесті. Сырты жылтыраған машинадан Айгүл мен ұлы және Жәнібек үшеуі түсіп, анасымен інісімен құшақтасып амандасып жатты. Толық адам танымастай өзгерген, бұрынғыдай емес стильді киінген Айгүл мен жігітін сырттан көрген Болаттың әйелі Роза қарап, іштей қызғанып қалды. Кезінде Жәнібектің жеңгесі қайным үйленетін қыз жоқ деп, осы ынжықты көрсеткенде, мына жетім қызды алып қашсын деп көршісінің қызын мен ұсынып едім. Мынандай болып өзгерер деп кім ойлаған деп, ернін тістеп Роза қарап тұрған еді.